Jamal and Ganja. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін «Не әңгіме» подкастының жаңа шығарылымы жұмысшы мамандықтар жылы аясында өтуде. Бүгін бізбен бірге ауылымыздың еңбекқор, жан-жақты тұрғыны Анар ханым. Кітапханамызға қош келдіңіз. Жалпы алдымен өзіңізді қысқаша таныстырып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Асылова Анар Нұрмұқанқызы 1970 жылы Павлодар облысы Лебяжі ауданы Тегістік ауылында дүниеге келдім. Өзіміз көп балалы отбасынан көп баламыз. 9-біз. Өзім 4-шімін. Содан әкеміз Потск ауылына ағаш үй салған. Сол 72 жылы біз сол Потск ауылына көшіп келдік. Содан 77 жылы мектеп табалдырығын аттадым. Балалық шағым жақсы өтті. 87 жылы біз оқу бітірдік. Сол 87 бітіргеннен кейін мен қайтадан өз ауылыма библиотекарь болып жұмысқа шықтым. Библиотекарь болдым, пионер вожатый болып жұмыс істедім. Содан 90 жылы Семей облысы Кривинка ауылына тұрмысқа шықтым. Өзім 2 баланың анасымын. Енді сол жылдарда қиыншылық болды енді. Енді жолдасында көп ауырды енді. Ол кезде 2-ші группа. Содан не істейміз енді, жұмыс жоқ. Ойладым енді, жарайды не болса да осы өз еліме барып, жұмыс істейік, үй алайық, балаларымызды тұрғызайық деп, 94 жылы біз Кривинкадан осы Лебяжі ауданына қоныс аудардық. Келгеннен кейін ауруханаға жұмысқа келдім. 3-ші этаж, ол кезде терапия болды. Санитаркаға жұмысқа шығып едік. Прямо жақсы болды. Өзіміз де, балам да, жолдасым да мәз болдық келгенімізге. Сол 1 жылдай жұмыс істеп қалғаннан кейін ол этажды жауатын болып қалды. Біз бәріміз жұмыс қалып қойдық. Содан Мұрат Балташевич больницаның артында бізде пекарня ашты ол кісі. Мені сол шақырғаннан кейін мен сол кісіге барып, бірінші рет нан да сау білмеймін, шын айтқанда. Ол кезде электрический пеші бар, содан үйрендім. Сол жоқ жақсы, бір күнде бір қапымыз бас кезінде қиыншылық болды енді, одан кейін үйрендік. Бір қап салатынбыз, ол салғаннан кейін таңға дейін нан салам. Одан кейін 12-ші күні ертіс Айдин Абильдинов деген Сәбит ағамыз жұмыс істейтін сол кісіге біз нанды әкеп тапсырамыз. Ана 2 сумкамен 8-16 булка, соны әкеп сол таратып отыратынбыз. Сөйтіп өзі түні бойы жұмыс істейміз, ұйқы жоқ. Үйге жүгіріп барам, нанымды илеп кетемді, кірімді жуып, сосын қайтадан барып таңға дейін салам. Кейде ұйықтап та қалатын күніміз болды. Сөйтіп осы балаларды солай өсірдім. Балаларым 1-ші классқа барған кезде, кейде балаларым таңертең 6-дан школға барып, мектепке барыпты. Содан директор шақырып алды, мына бала неге ерте келеді деп. Мен айтамын, мен солай нан салам. Содан түні үйде болмайым деп. Сосын жолдасым айтамын, сен енді отырда мына балаларды жібер бақытымен. Содан кейін ғана ерте реніш болмасын, айғай болмасын деп, сөйтіп балаларды солай оқуға баратын. Екеуі, 1-ші үлкен ұлымды жібердім. Ол 7 жасынан барды, 2-ші ұлым 1 айдан кейін болмай мен де барам деп, болмай сол екеуі 1 класста оқыды. Содан біз 98-де мен осы қазіргі тұрып атқан үйді, ол кезде көп ақша, 15 мың қалдық, қарыз қалдық, 2 бөліп береміз деп. Осы нанның арқасында мен осы үйді алғам, шындап айтқанда. Осы балаларымыз ешкімнен кем болмасын деп, солай жұмыс істеп жүрдік. Содан 2000 жылы Мұрат Балташев қалаға көшіп кететін болды да, енді қалай күнімізді көреміз, қалай асыраймын осы баламды деп, мен де барып жұмыс сұрау деген, білмеймін, ойымда болмаппын. Содан бір кезде Абильдинов, ол кезде Сокучный болатын. Содан ол кісі айтты, біз пекарня ашамыз, сіз бізге келіңізші деді. Содан жарайды деп, мен өзім сонда қалдым. Ол кезде, бізде Мұрат Балташевта туховка болатын, аманда отпен жағады. Сонда көршім Сәбит деген Сәбит аға болды. Ол кісі ағашпен салады, а мен нан илеп дайындап берем. Сөйтіп тұрғанда біз олмен нан ғана емес, булочканы үйрендім, батонды үйрендім. Сөйтіп рас айтқанда мына халықтар, білмеймін, біздің нанымыз ұнатты. 98-де көшіп келгеннен кейін жолдасым жүре алмай инвалид 1-ші группа алды.
бірақ ешкімнен көмек сұраған жоқпын. Қазір қараймын, кейбіреу барады да, ой, ақша керек, бізге сұрайды ғой, мен ондай болмады да. Содан осы нан салып, ол нан салған былай тұрсын, ол кезде қазір архив қой, соның үстінде бізде район образование жұмыс істеді. Ол кісілерде здание болған жоқ. Кісі басайын 50 теңгеден береді маған. 50 тиыннан жинап береді. Мен оны барып жуам. Содан нан салам. Одан кейін совкушнида жұмыс істеді. Қазір Армангүл мен Зәмзәгүл. Солар повар болды да, сосын мен үлгерем деп ыдыс жууға кірістім оған. Жүгіріп кеп, ыдысымды жуып, жүгіріп кеп нанымды салам. Сөйтіп тұрғанда роводаға біреулер отпускқа шықса, жүгіріп барып роводың да полын жуам. Кейде тамақты былай апарған кезде, енді жүгіріп беріп пол жуасам, ана кісілер шошып кететін. Сен жаңағы нанда жүредің деп. Сол секілді сөйтіп балаларымды өсірдім. Құдайға шүкір. Өзім анда кетіп қаламын. Бірнеше үйдің кісілеріне үйінде жуып берем, үйді малем. Семейген жұмыс жоқ рас енді. Сөйтіп, екі ұлым енді 10 бітіргеннен кейін, жолдасым қайтыс болғаннан кейін анашым айтты, қой сен мына ауылды оқуға түсір. Мына Ернұр оқуға түсіп кетсін деп, өйткені 9-дан кейін түсті да, ол қайтып келді түспей. Соны айтамын, мына әкесінің есі шығар енді, көбінесе түспей қайтып келген деп. Содан болмағаннан кейін ұлымды машиностроитель соған оқуға түсті. Ол онымен кетіп қалды. Енді 2 жылда үйренген, бір айдан кейін мен де оқымаймын дейді. Қалай оқымайсың? Жоқ деп, ол училищеға кетті ғой. Сөйтіп Қайратын бітіріп шықты бір жылдан кейін. Ернұрым енді аман есен сол машиностроительді бітіріп, қазір алюминий заводта жұмыс істейді. Үлкен ұлымды үйлендірдім. Сол жылы октябрьда, осының 30-ы 9 жыл болады балаларым үй болғанына. Енді мен келін деп айтпаймын, шын айтқанда. Түскен кезде қызым дегем, соның қызым деймін. Аты ұл болсын. Құдайға мында бір тәуба, рахмет. Осындай менің қызыма. Екеуміз бір жағынан келінім деймін, бір жағынан подружкам деймін, бір жағынан қалай айтамын, сырымызды бір-бірімізге жасырмай, екеуміз бір туған қызымдай. Өмірдің несі ғой енді. Сол міне 10 жылдай болып қалды. Қазір енді 2 жолдасым бар енді менің. Ночной магазинде істейтінміз. Аман магазин болды. Артында түні істейміз, онда үйде қайша қонбайтынмын да. Оны ровода істеймін. 2 этажды пол жуам ол кезде. Еще ночнойда істеймін. Содан Күпәш марқұм қайтыс болғаннан кейін біз ночной жабылып қалды. Ол кісі енді жатқан жер жарық, топырағы торқа болсын енді. Енді Тархан мен Әсемге енді тілейтінім тек оларға саудалар жұмыстары жүріп, енді оларға тек жақсылық тілеймін, өйткені біз онда да жұмыс істегенмін енді. Содан ұлдарым келген, мама қой енді болды, жұмыс істеме деп мені ол кезде білім бөлімімен милицияда істеймін. Содан шығарып алды, соны бір жұмыс істеймін деп, не болса да қазір білім бөлімінде тазалықшы болып жұмыс істеймін. Бірақ енді үйреніп қалған адамбыз ғой, болмайды екен. Ол саған орнына тіпті жұмыс қосып алдым. Одан кейін поштаға пол жууға шықтым. Одан кейін поштада газет таратам. Одан кейін міне 1-2 жыл болды, Аққу сервизге жұмысқа оған да кіріп кеттім. Сонымен енді бәр жерде жұмыс істеп, жан-жақты болып, енді ешкім бәрлерімізге енді айтатын, енді жұмыстан ерінбеу керекпіз. Осылай тырысып, қайда болсақ та аман болайық. Сол енді ана білім бөліміне көптен мұнда бір рахмет айтамын. Сол кісілердің арқаларынан мен бірнеше жұмыста жүгіріп жүрген, сол кісілердің арқасы. Ерсін Еркеновичке мұнда бір рахмет. Лаура Петровна, тетя Любам бар, Мария Мұсхановна бар. Сол кісілерде бәріне білім бөліміне мұнда бір рахмет. Сол кісілердің арқасы мен осылай жүгіріп жүргенім. Анар ханым, шынымен де сіздің өмірлік жолыңыз көптеген адамдарға үлгі болатын жол. Жалпы жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, қазіргі таңда сіз сол білім бөлімінде жұмыс істеп жатырсыз, содан кейін біздің Қазпочтамызда және де біздің Аққу сервисте істеп жатырсыз. Жалпы енді сіздің бір күндік жұмыс кестеңіз жайлы айтып кетсеңіз, таңертеңнен кешкіге дейін
күніңіз қалай өтеді? Мысалы, енді бүгінгі таңыңыз сізде біздің енді бүгінгі таңыңыз исключение десек екен, сіз бүгін бізге сұхбатқа келдіңіз, ал күнделікті жұмыс уақытында сіздің жалпы бір күніңіз қалай өтеді? Біз енді таңертең тұрғаннан кейін аққұсерізге жүгіремін 8-де. Одан жүгіріп білім бөліміне жүгіріп келемін. Сол сенбі мен сейсенбі күні мына поштада біз қарсы аламыз. Сол кезде ана пошта келгенше 3 жерді айналып жүремін. Қайсына үлгерейін сол деп. Ана машинаны тосып алсақ, бітті, арған күнде басқа қыздарымыз тосып алады. Сонымен бәр жерді айналып жүгіре беремін. Кешке таман қолым жуып алсам, уже таза, қорқыныш болмайды. Сол кейде жүгіріп келіп, кісілердің ақшасын жинауға кетіп қаламыз. Сонымен сол кеш батады. Керемет. Шынымен де сіздің жаңағында айтып кеткендей, сіздің өміріңіз, сіздің еңбекқорыңыз көптеген адамдарға үлгі болады деген ойдамын. Жалпы ауыл адамдарының еңбекқорлығы туралы не айтар едіңіз? Қазір жастарға айтатыным, жұмысқа қорықпау керек. Әр қандай жұмыс болса да арынбай жұмыс істеу керек. Бір тілім нан тауып оңай емес. Намыс керек жоқ. Қазіргі заманда тіпті жұмыс істемесең, бір күн істемесең, сен шашып қаласың деп ойлаймын, шын айтайын өзіме. Тек енді қандай жұмыс болса да оянбай еңбек етіп, өзінің үлесін қосса деймін. Кейбір адамдар бар енді. Қашан келеді, міне бізге көмек бер деп, мысалы, көбінесе көмек сұрайтын кісілер көп, мен өзім бәрін айтам. Қалай бұл елдер көмек сұрайды? Мысалы, бала келсек, біз өз үшін әкелеміз. Өз ішіміз әкелеміз, өз баламыз өсіру көреміз. Бұрынғы ата-анамыз бізден ешкімнен ақша сұраған жоқ, шын айтқанда. Сол секілді ешкімнен кем қылдырмай балаларымызды тұрғызып, тәйтелетіп қоя береміз. Ол балаларды үйлендіргеннен кейін оның баласын көмек беру керекпіз, шын айтқанда. Тек жастарға айтатын, қорықпаңыздар. Жұмысты қай жұмыс болса істеуге тырысыңыздар. Сонда бәрі болады. Шынымен де осы тұста сізбен қосылғым келеді, өйткені әрбір адамның өмірі, сол өмір тек қана ол кісінің өзіне ғана керек. Сол себепті өзінің адал еңбегімен тапқан, жаңағыда адал жұмыспен тапқаннан тәттірек дейді ғой, өздеріңізді адал еңбек етуге, ешқашан жаңағындай өз жұмыстарыңыздан ұялмай, қызармай, керісінше абыроймен атқаруға баршаңызды шақырамыз. Жалпы енді жаңағындай сіз бірнеше жерде жұмыс істеймін дедіңіз, енді жалпы ең есте қалған бір жұмыс күніңіз бар ма? Не болмаса жұмыс барысында бір андай қызықты оқиғалар болады ғой, сондай бір оқиғалар болған сәттер бар ма? Былтыр енді Аққу-Серізден маған тапсырды. Сіз ауылдарға бара аласыз ба деді. Мен барайын дедім. Шын айтсам, өзім Астанаға ешқай шығып көрмегем. Шын айтайын. Жұмыс деп, мен кейде жұмыспен, мен жұмыспен көбінесе көп шыға қоймаймыз. Сосын жарайды, онда барып көрейін дедім. Бір жағын өзім қуандым, жолдасым айтам, мен ауылдарды көрем ғой деп. Содан мына Малыбай ауылына бардым. Әр үйге кіріп, су қарады, кім қалай жұмыс істейді екен деп, счетчиктар бар, тарифтар тексеріп жүрміз ғой. Бір кезде жолдасым звондайды, сен қайдасың дейді. Ой, мен Астана мен Бәйтеректе жүр екенмін дедім. Қайдағы Астана дейді. Иә, мұнда Астана бар екен, Бәйтерек бар екен дейді. Сосын қойшы деп қояды ғой. Шын айтсам, улица Астана деген бар екен. Малыбайда. Сол маған қызық болды. Бірнеше ауылға бардым. Мен 12 ауылға шықтым. Ауылдар көріп мәз болдым, шын айтайын. Бірнеше ауылға барып, танымайтын үйлерге дейін қондым. Мерға Малыбайда болғанда, оны менің қайын жұртым туысы бар. Сол күні күн жаңбыр жауып кетті. Мен не істейін? Өзім алдымда мына көшіп келген Қытай жақ туыстар бар ғой. Сол кісінің үйіне кірдім. Сол кісі айтады, сіз біздің үйге қона салыңыз? Жоқ, қонбаймын, қазір мен қайтамын деп. Ең шықсам, жаңбыр қойыптар. Сосын Айман апам айттым, ренжімеңіз, мен осы үйге қона салайын енді деп. Мұнда бір рахмет сол кісілерге. Мен тура өзі Құдайда күтіп, төсегін салып, тамағын беріп, әлгі кісілер мені күтіп алды. Сол кісілерге мұнда бір рахмет айтам. Малыбай ауылының көшіп келген, жоқ, көшіп келген туыстарымыз бар ғой, Қытайдан көшіп келген туыстар. Сол кісілерге мұнда бір рахметімді айтам. Бәрі халық жақсы, кірсем болды, нан ауыз тиді деп, былай жібермейді екен. Сонымен
танымайтын жерге дейін қонып шықтым. Мгм. Сонымен қазір енді міне 13 ауылмен жұмыс істеп отырмын. Лебяжімен аққулымен 13 ауыл, 12 ауыл, сонымен соткамен күні-түн жұмыс істеп отырмын. Мгм. Керемет. Иә. Жоқ, сол маған халықпен тіл табысқаным сол жер ұнады. Мгм. Халық жақсы. Аққу сервистер міне жұмыстары алға жүрді. Бауыржан Сейтеновке мыңда бір рахмет. Ол кісі келгеннен кейін міне жұмыс жүре бастады. Үлкен әкімімізге рахмет. Көмек беріп жатыр. Уақытымен ақша алады. Даже шындап айтып кетейін, мына качагарлардың еңбектері өсіріпті. Мгм. Сүтке дейін береді, киімге дейін береді. Мен бәріне мен енді үлгі қылып айтайын. Мгм. Аққу сервис қазір бірінші орында. Мгм. Бәрі бұрын бармаушы еді, қазір жұмысқа өздері сұранып келеді. Қазір толық, бәрі жақсы. Бухгалтеріміз де жақсы. Үмітжан апам да міне бәрі жұмыскерлер толық жақсы. Ол кісілерге де жұмыстары жемісті болып тек жақсылық болсын. Мгм. Енді өзім ойлаймын, қазір бірнеше халықпен жұмыс істеймін. Бірнеше жерде жұмыс істегеннен кейін қанша адамдармен таныстым, ол маған ұнайды. Бір жағынан ойлаймын, мына больницадан сокращение түскеніміз, ол маған может жақсы ма деп ойлаймын. Мгм. Өйткені көп халықты, көп адамдармен қатыстым. Мгм. Соған өзім де ризамын, Иә. қуаныштымын. Мгм. Өте дұрыс айтасыз. Шынымен де осы тұста қазір енді міне бізде күз мезгілі болып жатыр, иә. Қыс мезгілі осы тұста жаңағы мына аққу сервис ұйымының адамдарының жұмысы 2-3 еселене күрделене түседі, иә. Әртүрлі бір жағдайларға байланысты. Сонымен қатар қазір қыстық бізде жаңағындай жылыту маусымы басталып жатыр. Негізі жұмысшы мамандық жылы аясында жалпы осы жұмыскер мамандық иелерінің ошағы біздің аққулы ауданымызда осы аққу сервис ұйымы деп білеміз, иә. Сіздерді де осы жұмысшы мамандық жылымен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз арта берсін. Әрдайым ең бастысы денсаулық қой, денсаулықтарыңыз зор болсын деп айтқымыз келеді. Әмин. Жалпы енді сізден мынандай бір сұрақ қоятын болсам, осы жұмысшы мамандық иелеріне не болмаса ауыл тұрғындарына қандай тілегіңіз бар? Енді айтарым, әр адам өз жұмысына жауапкершілік қараса, ауылымыздың өркендеп өсері сөзсіз. Енді сіздерге енді бәрілеріңізге айтарым, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Семьяда бақыт тілеймін. Балаларың қызым көріп, осылай тек қана жақсылық болсын, ел жұртымыз тыныштық болсын. Аман болайық. Керемет. Рахмет. Шынымен де осымен біздің бүгінгі сұхбатымыз енді өз мәресіне жетіп қалды. Жалпы аз ғана уақыт сұхбаттасақ та, дегенмен де бірнеше жылдарға артқа шегеріліп, сол замандағы өмірді қайтадан бір сүріп өткендей болдық. Сізге де Анар ханым, жалпы жұмысыңызға табыс тілейміз. Осылайынан уақытыңызды бөліп бізге келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жалпы шынымен де енді сіздің жаңағы еңбектеніп бастаған уақытыңыз, ол осы біздің Қазақстанымыздың тәуелсіздік алып, жаңадан мемлекет болып бастаған кезінен тұспа-тұс келді ғой. Әрине енді ол замандарда да қаншама қиыншылықтар болды. Өйткені жаңадан бір нәрсені құра бастаған кезде ол өте күрделі бір сондай период дейміз ғой, күрделі бір мерзім. Сол жылдары сағыңыз сынбай, өзіңіздің балаларыңыз үшін, өзіңіз үшін еңбектенгеніңіз ол әрбір адамға үлгі, өнеге деп білеміз. Жалпы енді сізге де ең бастысы денсаулық тілейміз, деніңіз сау болсын, бала шағаңыздың қызығын көріп, жұбайыңызбен бақытты ғұмыр кешіңіз, демалуды да ұмытпаңыз, демалып отырыңыз. Енді сізге біздің кітапхана ұжымының атынан кішігірім сыйлығымыз бар. Жалпы Абайдың қара сөздері кітабы, осыны оқып, бос уақытыңыз болған кезде оқып, жалпы мүмкін қандай да бір сізді мазалап жүрген сұрақтардың жауабын осы кітаптан мүмкін тауып қаларсыз деген ниетпен сізге ұсынамыз. Көп рахмет. Енді еңбегіңіз жана берсін, ісіңізге береке тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен біздің бүгінгі шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Елімізде еңбекқор жандар көбейе берсін, ал ол кісілердің еңбектері лайықты деңгейде бағалана берсін. Ал сіздер болсаңыздар біздің YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар.